Армысыздар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ер адамды қызықтыратын әйелдің 3 қасиеті туралы бөлісетін боламын. Ер адамдардың көңіліне не өтеді? Қандай әйел шын мәнінде тартымды? Бұл сұраққа нақты бір ғана жауап жоқ. Бірақ барлық жігіттердің жүрегін қозғайтын 3 негізгі қасиет бар. Олар жасқа да, сұлулыққа да, әлеуметтік жағдайға да байланысты емес. Бұл ішкі энергетика, мінез және өзін ұстау мәдениеті. Бүгін осы 3 қасиетті тереңірек талдап көрейік. Егер сен бұл сипаттарды бойыңа қалыптастыра алсаң, тек ер адамдар ғана емес, бүкіл ортаң саған басқа көзбен қарай бастайды. Бірінші, тәуелсіз энергия, өзіне өзі жететін әйел. Ер адамды тарта алатын ең бірінші қасиет ішкі еркіндік пен тәуелсіздік. Бұл ешкім керек емес деген сөз емес. Бұл өз өмірінің қожайыны болу. Мұндай әйел ешкімге жармасып, мазасын алмайды. Үнемі есеп сұрап, қадағалап отырмайды. Ер адамның әр қадамын бақылап, күдікпен өмір сүрмейді. Эмоционалды түрде өзіне тіреп қоймайды. Тәуелсіз әйел ер адам үшін сыйластықтың эталоны. Ол еркекті қыспайды, қысым жасамайды. Жанында жүрсең жеңіл, алыс жүрсең сағынышты. Ең қызығы, осындай әйелді жіберу қорқынышты. Өйткені ол ешқашан байланып қалмайды. Қажет болмаса өзі-ақ қорылып кетеді. Сол себепті ер адам мұндай әйелдің назарын жоғалтудан қорқады. Бұл қорқыныш оны әрекетке итермелейтін ең күшті энергия. Екінші, эмоционалды тұрақтылық, басқарылмайтын көңіл-күй емес. Кейбір әйелдер өте сұлу, өзін күтеді, мінезі де жаман емес. Бірақ бәрібір ұзақ қатынаста ер адамды шаршатады. Неге? Себебі олардың көңіл-күйі желдің бағытына тәуелді. Бірде күледі, бірде ашуланады, бірде ренжиді. Ер адамдар ең қатты бағалайтын нәрсенің бірі эмоционалды тұрақтылық. Бұл ұрыс-керіссіз сөйлесе білу, кінәліні іздемей шешім табуға бейім болу, кішкентай нәрсені трагедияға айналдырмау, дауыстан гөрі сабырды таңдау, ер адамды қорқытып тығырыққа тірейтін драманы тудырмау. Мұндай әйелмен ер адам өзін қауіпсіз сезінеді. Ол жанында еркін демала алады, жасырынып абайлап сөйлемейді, өзі бола алады. Ер адам үшін дәл осы сезім ең үлкен тартылыс. Өзі бола алатын әйелді ешкімнен қызғанбай және ешқашан айырғысы келмейді. Үшінші, жылулық және әйел энергиясы. Еркекті шынымен ұйытатын қасиет. Заманауи әлемде көп әйел қатал болуға мәжбүр. Бірақ ер адамның жанына өтетін қасиет жастық, нәзіктік, жылылық. Бұл қасиет сені әлсіз қылмайды. Керісінше, мықты әйелдің ең жоғары деңгейі комфорт сыйлай алуы. Жылы әйел жұмсақ сөйлейді, басқаны тыңдай біледі, жанында отырған адамға жылу береді, шешімді ақылмен айтады, дау тудырмайды. Ер адамның қадірін түсінеді. Ер адам сыртта қанша мықты болса да, жанында демалатын әйелді іздейді. Жанында отырып тынышталып, өз-өзіне келіп, жүрегін аша алатын әйел. Сыртқы сұлулық жанжи отындай. Ал әйелдің жылылығы үй секілді. Ер адам әдемі әйелді таңдайды, бірақ жылы әйелге тұрақтайды. Қорытынды, тартымдылық тума қабілет емес, дамытуға болатын энергия. Ер адамды қызықтыратын әйелдің 3 қасиеті: бірінші, тәуелсіздік, екінші, эмоционалды тұрақтылық, үшінші, жылы әйел энергиясы. Бұл 3 қасиет кез келген әйелде бола алады, егер өзін қолға алып, саналы түрде дамытса. Ең бастысы, ер адамның назарын алу қиын емес, қиыны дұрыс назарды ұстап тұру. Ал сен осы 3 қасиетті бойыңа сіңірсең, ешкімнің көңілін қуып жүрмейсің. Керісінше, ер адамдар өздері саған тартыла бастайды. Жаның тыныш, жүрегің мықты, энергияң таза болса, әйел ретіндегі тартымдылығың 1000 есе артады. Бүгінге осы. Келесі кездескенше сау саламатта болайық. Арнама тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер.